Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте керемет, жұп-жұмсақ және қолжетімді заттардан жасалатын баклажаннан запеканка дайындайтын боламыз. Рецепті көру үшін видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Бізге қажетті картоп, пияз және қызанақ баклажандарымыз қажет. Баклажандарымызды осылай түптерін алып тастайтын боламыз. Енді видеода көргендеріңіздей барлығын жіңішке етіп турап аламыз. Толық рецепті төменге описание бөліміне жазатын боламын. Сол жерден қарап өтсеңіздер болады. Біздің баклажандарымыз осылай болып туралу қажет. Енді қалған көкөністерімізді де осылай дөңгелектеп, жіңішке етіп барлығын турап алатын боламыз. Өте оңай және қолжетімді заттардан жасалады. Көп уақытыңызды да алмайды. Духовкаға салып қойсаңыз 45 минутта дайын болатын тамақ. Өте ерекше, сіздер де жасап көріңіздер. Барлығын турап болғаннан соң осылай тарелкамызға бәрін жайып, бетіне тұз бен бұрышымызды сеуіп аламыз. Екінші бетін аударып, екінші бетіне де сеуіп алатын боламыз. Енді осындай формамызға фольгамызды салып, тамағымызды дайындайтын боламыз. Орталарына осындай картоптарымызды, қызанақтарымызды және пияздарымызды алма-кезек барлығын орталарына салып шығатын боламыз. Қалған пияз картоптарыңызды да арасына салып жіберсеңіздер болады. Енді біздің тамағымыз дайын. Бетіне салатын тұздығымызды дайындаймыз. Бізге 2 үлкен қасық сметана және 1 қасықтай майонез қажет. Үстінен осылай чесногымыз бен сырымызды майда теркадан өткізіп қосатын боламыз. Үстінен паприка мен қара бұрыш қоссаңыздар болады. Енді араластырып жіберіп, баклажанымыздың үстіне кішкене тұз себетін боламыз. Осы тұздығымызды барлық жеріне жеткізіп, жағып шығамыз. Біздің тамағымыз 45 минутта духовкада дайын болады. 45 минуттан соң бетіндегі фольгасын алып, бетіне сыр сеуіп, қайтадан 15 минутқа жіберетін боламыз. Өте дәмді, өте керемет және уақытты көп алмайтын тамағымыз дайын болды. Бетіне өз қалауларыңызша осылай укроп пен көкжуа сепсеңіздер болады. Өте ерекше, дәмі де, түрі де, сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Алда шыққан жаңа видеоларымды көретін боласыз. Және де арнамда басқа да видеолар бар, соларды қарап өтсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.